Жамбыл облысы Жуалы ауданы номері 19-шы Д. Қонаев атындағы мектеп-гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі Сейтбекова Индира. School Gymnasium number 19, name after Д. Қонаев. Teacher name Сейтбекова Индира, grade 9. Good afternoon, dear girls and boys. Theme of the lesson: what is a database? Learning objectives: explain the meaning of a database, explain the purpose of using databases, identify the database components. How does the librarian know if a book that you want exists or not in the library? Database, деректер қоры деп деректердің жинақталған бір жиынтығын айтамыз. Мысалы, қандай да бір кітапты іздегенде, кітаптар деректер қорын құру арқылы табуға болады. Табылған кітаптарды жанры, шыққан жылы және авторына қарай топтастыра аламыз. Мұндай топтастыру деректер қорын құру арқылы жасалады. Деректер қоры алаңдар мен жазбалардан құралады. Деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программалар. Database Management System. Бұрындары адамдар деректерді жинақтау үшін тіркеу журналдарын, дәптерлерін пайдаланған. Ал қазір оның барлығын компьютер атқарады. Компьютерлер ақпаратты жылдам қол жеткізумен қорғауды талап етеді. Сондықтан да бағдарламалаушылар деректер қорын басқару жүйесін ойлап тапты. Олар мынандай бағдарламалар: PostgreSQL, MySQL, SIS, Microsoft Azure және Oracle. Бұл бағдарламаларды қолдану арқылы біз жаңа жазбалар мен алаңдар енгізе аламыз. Нақты бір шарттарға байланысты ақпаратты іздеп таба аламыз және жазбаны жоя аламыз. A new terminology words. Repeat after me, please. In English, Kazakh, Russia. Database, деректер қоры, база данных, field, алаң, поле, record, жазба, запись, column, баған, столбец, row, жол, строка, access, қол жеткізу, доступ, protection, қорғау, защита, table, кесте, таблица, query, сұраныс, запрос, report, баяндама, отчет. Excellent, thank you. Give you your terminology copybook and write new terminology. Example of records and fields in a database. Жазба, рекорд, нақты бір нәрсеге қатысты ақпараттар жиыны. Алаң, field, бір типтес ақпараттар бағаны. Activity. Draw your own vision of the database of your class on a sheet of paper. You need to think about what kind of information must be in your database. Make 10 fields at least that may be name, surname, birthday, age. Example of database in organized table: ID, company, last name, first name, job title, and city. Кезінде көне Қытай ғұламасы Конфуций былай деген екен: балалар, маған айтып берсең ұмытып қаламын, көрсетсең есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң үйренемін. Бүгін балалар, біз мәліметтер қорымен таныстық. Оны дербес компьютерде жасап көрмес бұрын, біз дербес компьютермен жұмыс істеу алдындағы қауіпсіздік талаптарымен танысуымыз керек және қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Database components. Database system consists of 3 parts. Table. The best way to keep all recordings in a database is to use tables.
A table has rows and columns. Types of data will be stored in columns, whereas recordings about each item will be stored in rows. Query used for making operations using a database. Query is some kind of functions that can be applied to data in a database. There are examples of queries like find, sort, filter, different types of calculations, and so on. Report by using a DBMS. It is possible to show all your registered information in a specific report document. So after you filter the registered information and make calculations using queries, you can show the result in one report. Ақпаратты ұйымдастыру құрылымы бойынша деректер қоры реляциялық, иерархиялық, желілік болып бөлінеді. Find the words әдісі арқылы балалар мынау кестедегі бос тұрған яшықтарға ағылшынша, қазақша, орысша тиісті сөздерді тауып жазамыз. Reflections. What did I learn? Бүгінгі сабақта не білдім? What do I want to know? Не білгім келеді? Жайлы кері байланыс жазамыз. Goodbye. Thank you for attention.